Баршаңызға сәлем, сіздермен жадыра. Бүгін сіздерге қарапайым тәсілмен жасалатын сникерс тортының жасалу жолын көрсететін боламын. Дәмі өте тәтті әрі жұп-жұмсақ болып піседі. Егер видео қызық болса, соңына дейін қараңыздар. Сникерс тортының қамырын дайындау үшін бізге ең алдымен бөлме температурасындағы жұмсақ сары май қажет. Оның үстіне бір шай кесе қантымызды салып, шанышқының немесе венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз, немесе миксерде де пайдалансаңыздар болады. Ал енді оның үстіне бір жұмыртқамызды жарып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің қоспамыз бір-біріне жақсылап бірігуі қажет. Құрметті достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналыма тіркеле кетіңіз, әрі қоңыраушаны басып, басқа да видеоларымды жоғалтып алмаңыз. Енді үстіне азғантай ғана ұн салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне бір шай қасық қопсытқыш және 2 шай қасық какао ұнтағын қосып, тағы да араластырамыз, және одан кейін керегінше ұн салып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Оны осылай 2 бөлікке бөліп, үлкен бөлігін табаның астыңғы бөлігіне осылай қолым көмегімен жайып шығамын. Менде ыдыс сұйық маймен майланған. Енді қалған кішкентай бөлігін осылай жиегіне айналдыра жайып шығатын боламын. Және одан кейін біздің осы қамырымызды салмамыз дайын болғанша тоңазытқышқа сала тұрамын. Ал енді салмасын дайындауға кірісеміз. Ол үшін осындай бір банка вареный сгущенка қажет. Оның үстіне грек жаңғағын қосып, лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін біздің дайын болып тұрған қамырымызға осы салмамызды салып, алдын ала қызып тұрған пеште 150 немесе 180 градуста 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз пісіп шықты. Ол әбден суығаннан кейін мен үстіне шоколадты ерітіп құямын. Дәл осы сәтте менде шоколад кішкене қоюланып кетті, сондықтан осы лопатканың көмегімен жағып шықтым. Және оның үстіне грек жаңғағын сеуіп, тоңазытқышқа шамамен жарты немесе 1 сағатқа қойып қойдым. Одан кейін отбасыма шайға ұсындым. Дәмі өте керемет болып шықты, яғни тәп-тәтті, әрі өзі жұп-жұмсақ болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Көріп тұрғандарыңыздай жасалу жолы оп-оңай, әрі қолжетімді заттардан жасалады. Дәл осы рецептпен сникерс тортын жасап, отбасыңызды қуантуға кеңес беремін. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, әрі каналыма тіркеле кетіңіз. Алдағы уақытта жаңадан көптеген рецепттер шығатын болады. Видеоны соңына дейін қарап, қолдау білдіргеніңізге рахмет. Сіздермен жадыра ас болсын.